Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, қалайсыңдар достар? Бірақ мен достар, негізі көпке жоғалып кеттім, өйткені мен телефонымда ақаулар пайда болды. Бұл 100 күн өмірдің 8-ші бөлімі достар. Смело лайктарны басып, видео басталмас бұрын комментарий жазып тіркеліп, өз достарыңызға жіберіп қойыңыздар достар. Ендеше видеоны бастайық, Жако, кеттік па? Жако, біз анаяққа барғаннан кейін өліп қалуымыз мүмкін. Бірінші өзімізге мықты броня жасап алуымыз керек. Что там? Шахтаға баруға желание бар ма? Шахтаға барып алмазды тауып келейік. Достар, қараңдар, бізде Жако железаның бәрін тауып жатыр. Ештеңе алмайды. Ана сағат біреу қалды ғой. Железа керек емес пе не бізге? Жако, маған сосын барып железаны кирка жасап бересің ғой, яма? Достар, біз шахтаны қысқа қылып алатын боламыз. Опа достар. Енді ведро валды жасалғанын күтейік. Астыға түсеміз, Жако. Достар, мен қарасында шу көптен железалар абаратқан болатын. Тегірет тұтауым. Достар, қараңдар, Жако өз үйінде ғой. Біз қазір железа тапқан заттарымызды қайнатып алатын боламыз. Бірақ Жакода да заттар бар, оны да қайнатамыз. Жако, заттарымыздың бүкіліне қайнатайық. Көмірлерді шашынайқа екіге бөліп сақ қош. Өзінің железаларын да салып қой. Бар қарасындашы, мен қазір Жакоға бір подарок жасайын ба деп отырмын. Қазір Жакоға көптен күткен өзіне деген армандап жүреді. Алмазный кирка жасап берейін. Артынан золотое яблоко жасайын. Оны екеуінде беретін. Жаконың үйіне барып подарок жасайыншы. Жако қайда екен? Жако, досым, бекіш. Жако. Беке, бір нәрсе айтуым керек саған. Жако, бір нәрсе сыйлайын ба саған? Көптен күттің осындай заттарды сен. Мә. Қалай күшті ма? Жаным, күнмен осы мен қасында жүріп, мықты сен ғой. Сен арқанда бүкіл отыр қалды. Саған 2 яблоко берейін. Подарка. Жақсы, Жако. Кетіп, незір әлеміне барамыз, Жако. Мықты заттар алғаншым. Достар, негізі мен бағана Жакоға көптеген заттар сыйлаған болатым. Енді Жако өз үйінде, мен қазір мал шаруашылығын сәл реттеп қоймасам болмайды ғой деймін. Бірінші егініме барайын. Оп, пшеница алайын. Өскендерін ала берейін. Енді екінші егініме барайын.
Dostlar mine ekинчи егініме де келдім. Мына жақта да Майнкрафттарым, пшеницаның баштап ала береміз. Майнкрафт көбөстү. Вообще керемет. Кейін мен өзіме Майнкрафттарды көбірек жасайтын боламын. Даже болса. Мұның бәрін екпейтін. Бұйырса үй жаққа мыналарды тастап жаңадан үлкен огород салатын боламын. Видеодан тыс салу мүмкін. Ал мына жаққа Құдай қаласа келесі видеода немесе білмеймін. Келесі видеода барып қоюымыз мүмкін деп ойлаймын. Енді бұл пшеницаларым менің қойларым мен сиырларыма берілген. Кетім кезекке қараймыз. Жемегендер жесін. Жемендер. Енді достар, негіз келесі бөлімде бұйырса көптеген заттар істейміз деген ойдамыз. Мына жердің бәрі керемет. Ең соңғы бөлімде обязательно достар мына жердің бәрі күшті, кейін әдемі жер болады. Достар, енді осындай видео болатын. Келесі бөлімде көптеген заттар істейтін боламыз. Енді достар, сау болыңдар, аман болыңдар. Смело лайктан осы каналға тіркеліп, осы видеоға лайк, комментарияларын бүкіл жазып кетіңдер. Келесі видеоны асыға күтіңіздер. Ендеше достар, сау болыңдар.